Маған 5 пара керек. 5 пара ерлі зайыптылар. 5 әйел, 5 еркек керек. Еркек хочу. Хочу деп бұңы. 5 пара ерлі зайыптылар болу керек. Ерлі зайыптылар. Ал енді танысайық. Атыңыз кім? Құда? Ақжан есім. Ақжан Құда. Ақжан. Я, дұрыс қой, Ақжан деп тұрмын. Ақжан, сіздің атыңыз? Ұлжан. Ұлжан, Ақжан. Қандай күшті жандар қосылған да. Так, қашан үйлендіңіз? Неге үйлендіңіз? Не үшін үйлендіңіз? Өте қиын сұрақ. Қашан үйлендіңіз? Точная дата. Сыбырламаймыз. 2003 жылы 27 октябрьде. Точно ма? Не үшін үйлендіңіз? Отбасын құру үшін. Жақсы көрем, жаным, күнім, влюбился деп айтуға болмай ма? 100% айта аламын, жақсы көрем. Ей, тамаша, шабала құрмет қошеметтіңіз. 2003 отау құрғандарыңызға 16 жыл болды да? Тамаша. Сіздің атыңыз? Бауыржан. Сіздің атыңыз? Әйгерім. Не үшін үйлендіңіз? Қашан үйлендіңіз? Неге үйлендіңіз? 2013-02. Уже не помнит, скотина. Бірақ әйелге үйленген жоқсың ба? Соны не можешь заттап алуға, что ли? Тато. 6 жыл болды. Ну и что? 2000... Қанша дедің? 13? 23 февраля, да? Жақсы көресің ба әйеліңді? Я деп қойды. Ну ладно, удачи вам. Неше балаларыңыз бар? 2. 2? 6 жылда? А что так мало? Дома мало бываешь? Удачи. Так, аспандар, не келсе оласындар ғой. Аттарың кім? Асан. Асан? Салтанат. Салтанат. Қашан үйлендің, не үшін үйлендің, кімге үйлендің? 10, 11, 12. Жақсы көріп. 10, 11, 12? Не, 3 жыл қатарынан үйлендің ба не? 2010 жылы, 11-ші, 12-ші жыл, 11-ші, 10-ші ноябрьде. Сонда неше жыл болды үйленгендеріңе? 7 жыл болды. Басында үйленген кезде арық бетін ау, бұлшық кетті да қарын шығып. Фу. Так, неше балаларыңыз бар? 4. 4? Қандай плодотворны. Семіре бер, бұлшая бер, дальше. Кете бер, ұстама өзіңді. Так, атыңыз? Ғалымжан. Сіздің? Айбөбі. Айбөбі. Күшті әт екен. Нешін үйлендіңіз? 6 шілде 2018 жылы. Жақсы көрген. Сіз бір-ақ жыл болған екен ғой үйленгені. Свежі да, көрдің ба? О кезде қазір екеуі ұрыспайды, сондай жаным күнім деп жүрген кездері ғой. Пока они от друг другу не устали. Неше балаларыңыз бар? Жоқ әлі. Ждеміз, да? Ой, молодец. Құтты болсын. Скоро. Ақбөбі. Ой, болды. Шапала ұрма. У нее нервный тика. Так. Бұл да кезінде жас, арық болған. Атыңыз кім? Әлішер. Әлішер, сіздің? Камшат. Камшат. Қай жыл үйлендіңіз? 2013 жылы 25 июль. Точно? Точно. Мен де 25 июль үйлендім айтпақшы, бірақ 2006-да үйлендім. Неше балаларыңыз бар? 2. 2. Бір ұл, бір қыз? 2 ұл? Бір ұл, бір қыз? Ұлыңның туған күні? 13 март. Ұмытпапты. Так, жігіттер былай қарай жүріңіздер. Жігіттер былай қарай жүріңіздер. Мына жаққа. Міне қараңыздар. Уважаемые друзья, семейные пары, которые уже на протяжении нескольких лет, они вместе живут, семью создали, балалары бар, қандай күшті. Енді бір-бірлеріңізді сіздер дауыстарыңнан танисыздар, қылықтарыңнан танисыңдар, дұрыс па? Артқа қараңыздар. Қазір бұйыртса, әйелдерің сіздерге әңгіме айтады. Сол кезде әйелдеріңізді тану керексіздер дауысынан. Құда, дайынсыз ба? Так, қыздар, қазір күйеулеріңе жаным деп айту керексіздер. Жаным деп айтқан кезде кімнің күйеуі екенін сол